Сәлем достар, біз сіздермен бүгін қарастыратын тақырыбымыз параллелограммның ауданы. Яғни параллелограммның ауданы дегеніміз оның табаны мен табанына түсірілген биіктігінің көбейтіндісіне тең. Бұл жерде АД параллелограммның А табаны болсын, ал биіктігін табу үшін Б төбесінен АД қабырғасына түсірілген перпендикулярды айтамыз. Яғни Б төбесінен АД-ға перпендикуляр түсіреміз. Бұны біз И әрпімен белгілейік, және БЕ-нің ұзындығын H-ға теңестірейік. Сонда бізде параллелограммның қабырғасы АД-ның ұзындығы А-ға тең, ал БЕ-нің ұзындығы H-ға тең. Сонда параллелограммның ауданы S тең, табаны А мен H-тың көбейтіндісі. Бұл жердегі АД әрқашан перпендикуляр болады БЕ-ге. Яғни мынаған перпендикуляр болады. Енді бізге осы пайда болған АБЦ параллелограммның ауданы оның табаны мен биіктігінің көбейтіндісіне тең екенін айтып отырмыз. Енді оны дәлелдейік. Оны дәлелдеу үшін АД қабырғасын созайық. АД қабырғасын созындысын созамыз. Және С төбесінен осы АД-ға дейін перпендикуляр жүргіземіз. С төбесінен АД-ға биіктігін жүргіземіз. Оны бір М әрпімен белгілейік. Сонда бұның да ұзындығы H-ға тең. Ал АВ Б-ға тең болсын. Параллелограммда АВ-ның ұзындығы Б-ға тең болсын. Олай болса, ДЦ-ның да ұзындығы Б-ға тең болады. ДЦ да тең болады Б-ға. Ал БЕ мен СМ өздері H-ға тең. БЕ тең болады СМ-ға, тең болады H-ға. Бізге осы жерде осы пайда болған АЕБ үшбұрышы мен ДМЦ үшбұрыштарын тең екенін дәлелдесек, онда ЕБЦМ тік төртбұрыштың ауданы АБЦД тік параллелограммның ауданына тең деген сөз. Олай болса, пайда болған үшбұрыштарда бізде АБ параллелограммның қасиеті бойынша ДЦ-ға тең. АБ тең ДЦ-ға. ДЦ-ға екеуінде ұзындығы Б болатын. Бұлар өзара тең. Енді және олардың биіктіктері СЕ мен БЕ мен СМ ұзындықтар тең. Бұл жерде олай болса, тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен бір катетінің ұзындықтар тең болғандықтан, бұндай тікбұрышты үшбұрыштар өзара тең. Яғни үшбұрыш АБЕ тең болады екінші үшбұрышымыз ДЦМ-ға. Олай болса, бұл үшбұрыштар тең болса, онда ЕБЦМ төртбұрышын қарастырсақ, ЕБЦМ. Осы тік төртбұрыштың ауданы, яғни ЕМ мен БЕ-нің көбейтіндісіне тең. БЕ-нің көбейтіндісіне тең. Ал бұл жерде екі үшбұрыштар тең болғандықтан АЕ-нің ұзындығы ДМ-ге тең. АЕ-нің ұзындығы тең болады ДМ-ға. Сонда ЕМ-нің де ұзындығы тең болады АД-ға. Яғни бұның да ұзындығы А-ға тең. Осыдан тік төртбұрыштың ауданы А мен H-тың көбейтіндісіне тең деген сөз. Яғни тік төртбұрыштың ауданы оның екі қабырғасы, яғни табаны бізде ЕМ мен екінші қабырғасы БЕ өзара тең екенін көріп тұрмыз. Олай болса, бізде параллелограмм АБЦД параллелограммның ауданы тең болады екен. Тік төртбұрыштың ауданы ЕБЦМ тік төртбұрыштың ауданына. Сонда бізде параллелограммның ауданы табаны мен осы табанға түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне тең деген сөз. Енді екінші жағдайын қарастырайық. Екінші аудан табу формуласында
ABCD параллелограммы берілген. AB қабырғасын B деп белгілейік, ал AD қабырғасын A деп белгілейік. Осы екі қабырғаның арасындағы бұрышты біз альфа бұрышы деп алайық. Сонда параллелограммның мынандай аудан формуласы бар. Яғни параллелограммның ауданы екі қабырғасы мен осылардың арасындағы жатқан бұрыштың синус альфасына тең. Яғни А мен Б-ны ұзындығын көбейтеміз екі арасында және олардың арасындағы бұрыштың синусына тең. Енді осыны дәлелдеуді көрсетейік. Ол үшін Б төбесінен АД қабырғасына биіктік түсірейік. Б төбесінен АД қабырғасына биіктік түсіреміз және оны К әрпімен белгілейік. Олай болса, бұл жерде БК кесіндісі биіктікке тең. Және біз білеміз, параллелограммның ауданы табаны мен биіктігінің көбейтіндісі. Яғни S параллелограммның ауданы А табаны мен биіктігінің көбейтіндісіне. Осы жердегі H-тың мәнін тауып алайық. БК бізде H-қа тең болған. H, яғни пайда болған АБК тікбұрышты үшбұрышынан АБК тікбұрышты үшбұрышынан альфа бұрышының синусын табайық. Синус альфа тең болады. Яғни тікбұрышты үшбұрышының сиыр бұрышының синусы деп қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни БК-ның АВ-ға қатынасы. Олай болса, БК-ның орнына біз H-ты қоямыз, ал АВ-ның орнына B-ны қоямыз. Сонда синус альфамыз бізде тең болады H-тың V-ға қатынасы. Осыдан H-тың мәнін табатын болсақ, H тең B көбейтілген синус альфа. Ал біз білетін аудан формуласында S тең А көбейтілген H болатын. H-тың орнына B көбейтілген синус альфаны қойсақ, А көбейтілген B синус альфа. Яғни бұл дегеніміз берілген ABCD параллелограммның ауданы екі қабырғасы мен оның арасындағы жатқан бұрышының синусының альфасына көбейтіндісі деген сөз. Яғни бізге дәлелдеу керегі осы болатын. Сонда параллелограммның екінші аудан табу формуласы ол екі қабырғасы мен арасында жатқан бұрыштың көбейтіндісіне тең екен. Біз сіздермен қарастырдық параллелограмм ауданын есептеуді. Келесі кездескенше сау болыңдар.